Армысыз ағайын, бүгін біз мойын ауырғандағы жаттығуларды жасаймыз бірге. Ол үшін біріншіден мойын остеохондрозын шешуіміз керек. Оның шешімі аяқты кең ұстап, қолды арқаға ұстауға болады, немесе белге ұстауға болады. Әркім өзінің қалауынша. Сосын біздің мақсат бұл жерде иықты қозғамай, мойынмен ғана бұрап, және барынша артқа қарау керек. Міне былай дем алып, барынша артқа қараймыз. Қайтып келе жатқанда дем шығарамыз. Дем алып, келесі жаққа қараймыз. Дем шығарамыз. Мақсат барынша артқа қарау керек. Сонда бұл көзге де жақсы әсер береді. Ал бірге бастайық. 3 реттен немесе 5 реттен екі жаққа істеуге болады. Кеттік. Дем алу, шығару, дем алу, шығару, дем алу, шығару, дем алу, шығару. Жерде барынша артқа қарау керек, және қайтып келе жатқанда көз жанарыңыз төменде емес, жоғарыда емес, былай көкжиекпен, горизонтпен былай өтесіздер. Және барынша артқа қарау керек, иықты қозғамаңыздар. Тағы да бір көрсетіп берейін. Келесі жаттығу артқа шалқайту, дем алғанда, дем шығарғанда алға еңкейту. Және артқа шалқайтқанда мына жердің кеуденің бәрін созып, өздеріңіздер мына мойынмен алып кету керек. Алға еңкейткенде мына жауырынның ортасындағы бүкіл бұлшықеттің бәрін жинап, өзіңмен бірге бүйтіп созуға тырысуың керек. Жай тек былай басты қозғау емес, мына бұлшықеттің бәрін созу керек. Кеудеңді артқа шалқайғанда, алға еңкейгенде жауырын жағын бәрін созу керек. 5 рет істейміз. Дайындалыңыздар. Кеттік. Дем шығарамыз. Дем аламыз. Шығарамыз. Бір рет. Жақсы. 5-5-тен істейміз. Егер өзіңіз жасайтын болсаңыз, 7 рет, 10 рет істеуге болады, 15-20 рет істеуге болады. Оны өзіңіз қарайсыздар. Келесі мойынды қисайту. Оңға мына жақтың бәрін созамыз. Солға құлатып, оң жақ бұлшықеттерді созамыз мойынның. Оңға құлатып, керісінше сол жағын созамыз. Құлатқанда дем аламыз, қайтып келгенде дем шығарамыз. 5-5-тен екі жаққа кеттік. Солға иық қозғалмайды. Шығарамыз демді. Оңға. Дем алуды ұмытпаймыз. Тағы бір рет. Жақсы.
қисайтқанда дем аламыз, қайтып келгенде дем шығарамыз. Және иықты қозғалмауға тырысыңыздар. Иық қозғалмайды. Вообще жалпы дене қозғалмайды, тек мойынмен ғана жұмыс істейміз. Келесі, енді қолды қосамыз. Қолды желкеге қойып, екі шынтақты барынша кереміз, кеудені керіп. Және дем алғанда солға бұрыламыз. Дем шығарғанда қайтып келеміз. Дем алғанда оңға бұрыламыз. Дем шығарғанда қайтып келеміз. Және шынтақтың кергенін жібермейміз. Былай шынтақ ала кетіп қалмасын, барынша керіп тұрыңыздар. Және екі рет солға істедің, оңға істедің, сосын үшінші қимыл ол алға созамыз. Алға созғанда тізені де кішкене бөгеміз. Жанынан қарағанда былай шығады. Бірақ былай дұрыс емес. Міне кішкене былай. Тағы да көрсетем, егер былай істесең, ол дұрыс емес. Онда көп әсер болмайды. Міне кішкене. Бұл кезде алға еңкейткенде шынтақты жіберсе де болады. Ұстаса да болады, өздеріңіз білесіздер. Бірақ екі жаққа бұрылғанда шынтақ керіліп тұрсын. Міне. 1, 2, 3. Осындай жаттығу. Так, бірге бастайық. Дем аламыз. Шығарамыз. Дем аламыз. Шығарамыз. Дем аламыз. Шығарамыз. Бірге тағы да. Осы жаттығулардың өзі мойынды босатуға жақсы көмегін береді. Күнде істеп тұрыңыздар. Бірнеше рет істеуге болады. Оның ешқандай ауыртпалығы жоқ. Денсаулыққа, бұлшықеттерге сондықтан жасай беруге болады. Таңертең, әбетте, кеште. Тек аш қарынға жасаңыздар, барынша мүмкіндігінше. Сонымен бұл мойын остеохондроз шешуге өте жақсы көмектеседі. Күнделікті істеп тұрыңыздар. Рахмет, келесі жаттығуларымыз біз иыққа арнаймыз.